Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гаухар. Бүгін осындай өте дәмді, тапсырысқа да қабылдауға болатын, ірімшік пен қаймақ қосылған ауызда еритін пирогты жасаймыз. Алдымен пирогтың қамырын жасап аламыз. Ол үшін бізге 82% май қажет, оған қантты, жұмыртқаны қосып, венчиктің көмегімен барлығын жақсылатып араластырамыз. Қыздар, майдың майлылығы менде 82%, сіздерге де 80-нен жоғары пайыздағы майды пайдалануға кеңес беремін. Енді келесі кезектегі мөлшеріндегі ұнды саламыз. 1 шай қасық ванилин қосылған қопсытқышты салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінеки бізде осылай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр пайда болады. Енді оны пакетке салып, тоңазытқышқа 15-20 минутқа алып қоямыз. Оған дейін енді салмасын әзірлейтін боламыз. Ол үшін ірімшікке қантты қосамыз, қаймақты қосамыз. Қаймақ менде 20%, сіздерге де 20%-дан жоғары қаймақты қосуға кеңес берем. Одан кейін 2 ас қасық жүгері крахмалын қосамыз. Жұмыртқаны салып, блендердің көмегімен барлығы жақсылатып біркелкі болғанша осылай езіп алатын боламыз. Қамыр дайын, салмамыз дайын, енді пирогымызды жинаймыз. Менде диаметрі 23-26 сантиметрге де салсаңыздар болады, еш нәрсе етпейді. Ал 23-24 диаметрге құйсаңыз, пирогыңызды жасасаңыз, онда пирогыңыз сәл биіктеу болып шығады. Енді әдемілеті бортиктарын биіктеу етіп, осылай пирогымызды төсеп, үстінен шанышқының көмегімен осылай тесіктерді жасап шығарамыз. Мінеки салмамызда дайын, 180 градуста пешімізді қыздырамыз, шамамен 40-45 минутта біздің пирогымыз дайын болады. 45 минуттың ішінде пирог дайын болды. Бірінші бөлме температурасында суытып аламыз, одан кейін тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Міндетті түрде достар, осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер де осы рецептпен жасап жатсаңыздар, комментарийға пікірлеріңізді жаза кетсеңіздер, өте қуанышты боламын. Сіздермен бірге болған Гаухар, ас болсын.